Қайырлы кеш, құрметті көрермен, біз әдеттегідей YouTube-теміз. Қуырдақтың кезекті шығарылымы. Бізде бүгін бірнеше жаңалық бар. Сол жаңалықтарға көшпес бұрын мен көрермендерден кешірім сұрағым келеді. Көп азаматтар айтып жатты. Бір-екі шығарылымда кеп мен футболкамен отыр екенсің, көзге ерсі көрінді дегендей. Ол бір өзімше стиль қалыптастырғым келген. Егерде сіздерге ұнамай, сіздердің назарларыңызға тұрпай көрініп жатқан болса, қазір кезде стильді қайтадан өзгерттік. Костюм шалбармен әдемленіп, қолымызға сағат тағып, дұрыстап келіп отырмыз. Олай болса, қыздар жігіттер, сендерді көргеніме қуаныштымын. Енді бүгін ордамызда Арай жоқ, бізге белгілі себептермен. Сіздерге белгісіз. Сіздерге белгісіз, әдеттегідей. Кімде қандай жаңалық бар? Бірден жаңалықтарға көшіп кетейік. Назгүл бастасын, қыздың жолы жіңішке дейді ғой. Бұл жолғы тақырыптарды бір заң саласына қарай бағыттасақ. Жарайды. Қандай өңірде болсын, республика, шетелде қандай жаңалықтар болып жатыр, содан бастасақ. Күні бұрын ғана бізде, осы мен өзім сот отырысына қатысып қайттым, бір полиция қызметкері 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Не себепті? Ол азамат көші-қон полициясында қызмет жасаған, ол 2023 жылдың шілде айында ғана инспектор болып тағайындалған. Енді ол жерде білесіздер ғой, көші-қон, яғни миграция, шетел азаматтарының құжаттарын рәсімдеумен айналысады. Осы тұста арадағы бір кісілердің ықпалымен осы құжаттарды жасауға көмектесемін деп кепіл берген, сол құжаттарды компьютер арқылы дайындаған. Сол үшін өзі заң қызметкері бола тұра, мемлекет алдында ант бергенмен қоймай пара алған. Параның да енді көлемі бұл жерде өте қатты үлкен емес, сонда да оған 3 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындады. Бұл енді жаңа сен айтқандай пара үлкен емес болғанмен қызметін асыра пайдаланып отыр ғой. Сыбайлас жемқорлық. Қолында бар билік иесі екенін көрсетіп, қанша азаматқа сонда құжат жасап берген ол? Кеше енді сот барысында анықталғаны, ол жерде ерлі зайыпты 1-2 кісі болған, сол кісі құжат апарып отырған, оның артында енді сол жердегі судьяның, айыптаушы жаңа органның айтуы бойынша 70-тен астам шетел азаматтың құжатын дайындаған. Яғни бізге келген кезде анкета толтыру бар, анықтама, медициналық анықтамаларды алу бар, сол кездерде кейбір кемшілік кеткен жерлерде дұрыс деп базаға енгізіп отырған. Анықтама толтырылмаса толтырылды, жаңа медициналық несі болмаса бар деп сөйтіп көрсетті. Солай көрсеткен. Енді кім Наполеон Бонапарттың ба сөзі бар ғой. Адамның кім екенін білгің келсе, қолына билік бер, сол кезде анықталады дейді. Расымен де енді ол барлығы бірдей деген сөз емес. Десе де әр салада сондай бір олқылық жіберетін, немесе қызметін асыра пайдаланатын азаматтар болады, өкінішке орай. Бірақ бұл миграция қызметінің барлығы сондай дүниемен айналысады дегенді білдірмейді. Аңғартпайды ғой. Дегенмен де енді бұл іс көбінесе мынау заң саласындағы болмаса өзге де азаматтарға бір сабақ болуы да мүмкін. Болмаса бұл бір ғана іс деп те айта алмаймыз да. Бұл республика көлемінде көрінбей қалып жатқаны қаншама. Енді кешегі сотты болып, айыпты болып жатырған азаматтың өзі кеше өкініп тұр шын жүректен. Өйткені енді өкініп тұрым деді ғой, деді, оны жанарынан да байқауға болады. Ол жерде шын жүректен өкінетіндігін білдірді. Ол кісінің жаңағыда кәмелетке толмаған балалардың барлығы, жұбайының аяғын ауырлығы ескерілді. Дегенмен де енді ол кісіге осында 3 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Жаңағы айтқандай қызметін асыра пайдаланған. Сонымен қатар ол аға лейтенант шенінен де айырылып отыр. Енді дұрыс айтасың, адам кез келген бір қылмысты немесе бұзақылық жасағаннан кейін өкінуі мүмкін ғой. Шынымен өкінуі мүмкін. Десе де белгілі бір заңсыз әрекеттерді жасамас бұрын оның артында өзінің ұрпағы бар екенін, және де жары бар екенін, ағайын туысы, үміт артып отқан ағайын туысы бар екенін сол кездерде бір ескеру керек секілді меніңше. Сол кезде бір еске алып, қой ертең зиян тиер, өзіме немесе бала шағама жаман атым қалмасын деген сол кезде де бір ойлану керек секілді. Қосымша табыс тапқысы келген шығар, мүмкін өзінің қажеттілігі болуы мүмкін, үй салғысы келген шығар деп ойлаймын енді. Ол кісі де
айыптағымызда келмейді негізі. Иә, енді айыптаудан аулақпыз дегенменде ол жасалған Жоқ, енді айыптаудан аулақ болу, фактіміз, иә, сот үкімін шығарып отыр ғой. үкім шығарып отыр. Ол жасалған қылмыс, ол кісінің Дәлелденіп тұр алғандығы, ғой. иә, расталып тұр, барлығы айқын нәрсе болып тұр ғой. Сонымен қатар осыған Олжеке, сен жаман тақтап алдың ғой, кәдімгі қосымша табыс тапқысы келгенше. кешеде солай айтылған еді да Сен сотта. судья болсаң кәдімгідей анандай бір заңның аясында емес, жүрегіңді тыңдап, Мейірімге салып па? жүрек тіліңмен үкім шығаратын ол сен. кезде руын сұраймын бірден. Өзің рузаластан үкім шығармайсың ғой, иә? Білмеймін. Жоқ, бұл сондай ғой. Бірыңғай көрген адамның руын сұрайды, Иә. сосын Қызылорданың тең жартысының руын біледі, ол кімнің ағайын туысы керек. Осы жаңалыққа тағы ұқсас бір, осы біздегі Қазалы ауданында 21 жастағы азамат дүкенге ұрлыққа түскен. Ол жерде 500 мың теңгені қолды қылып кеткен. Ол сонда бар екенін біліп тұр ма кассада? Иә, пластик терезені күштеп ашып, ішке еніп, сол жерде кассадағы ақшаны алып кетіп кеткен. Яғни дүкеннің кассасында, кассалық аппаратында жаңағы сондай сумманың, үлкен ірі сумманың Бар екен, білген ғой. қалатынын біліп тұр ғой. Біліп тұр ғой, иә. Көршілер болуы мүмкін. Алдын ала барып жүрген клиент болуы мүмкін, болмаса. Бақылап. Иә, бақылап, кім қай кезде кетеді деген сияқты. Қанша, енді әр магазині күнделікті өзің барып жүрсең, саудасының қанша екенін білесің ғой. Соны жоспарлаған жар енді. Енді небәрі 21 жастағы азамат, жас бала қазіргі таңда тергеу изоляторында отыр. Алдағы енді оның басқа да істерге қатысы бар жоқтығы анықталып жатыр. Болашағына балта шап отыр дейсің ғой. Иә. Енді біздің Қызылорда облысында өзі айналдырған неше бізде не бар, жазасын өтеу мекемесі бар, бізде 4-5 или 4 емес 3 сондай шығар. Мен оны нақты білмедім, шынымды айтайын. Енді бізде ең негізгі үлкені осы 60-шы мекеме емес пе? Ауыр санаттағы да, орташа санаттағы қылмыстарын өтейтін. Шиелде бар. Жоқ, қазір ол жабылды ғой, Шиелде жабылды, қазір жоқ. Жа сол тағы да Қазал демекші, жаңа есіме түсіп жатыр. Қазалда Ол жерге осы жерде ақтасаң болады сен. Қазалы Белгілі бір қажеттілік болған шығарсың. Мүмкін ол да дұрыс шығар. Мүмкін бір жаққа жас бала ғой әлі несі. Белгілі бір жаңағы қаржылық қиындықтар болып. жоқ, қылмыс жасқа Қарамайды ғой. қарамайды. Ол бойынша сотқа барған кезде мен жас едім деп айта алмайды да. Ол саналы адам болғаннан кейін, кәмелет жастан асып кеткеннен кейін оған міндетті түрде заң көлемінде шара көріледі оған. Иә, бірақ ондай да бар, иә, қылмыс ақталмайды. Ақталмайды қылмыс. Өйткені сен жасап тұрсың. Болмаса сен жасадың, алып кеттің, одан кейін қалтаңда тұрғаннан кейін, мен мына жақтан алып кеттім. Егер сен кешірім сұрап апарып берейін деген ой туындауы мүмкін деген сияқты ғой енді. Білмейміз ғой нақты неге байланысты, мұқтаждығына, болмаса біреуден қысым көруі де мүмкін, басқа енді ол азаматтың өзі болмағаннан кейін нақты біз ол позицияда сөйлей алмаймыз. Жаңа Қазал демекші тағы бір жаңалық бар. Қазалда жедел профилактика шара болған, қауіпсіз жол аясында. Сөйтіп тоқтатқан ғой полицейлер. Машинаны ашып қалса, сиыр жатыр дейді. Енді қай не екен білмеймін. Машинаның салонында, иә. Иә, ұрлап алып кеткен ғой. Өзінің сиыры емес, ұрлап алып кеткен. Сиырды ұрлап алып кетіп, багажникке салып, көрші ауылға апара жатқан кезде, сатуға апара жатқан кезде жолдағы патрульдік полициялар тоқтатып, сол кезде анықтаған. Адамнан айласпай. Не деген умный, ушлый дейсің ғой, иә? Жоқ, шынымен ғой, адамны айласпайды, бірақ енді десе де арам жолмен келген дүние ол адал болмайды ғой адам. Бірақ талай видеодан көріп жоқ қой, бірақ өзіңнің көзіңмен көрген бір ерекше болатын шығар, кәдімгі машинаның салонында сиыр жатыр деген. Полицейлер шок болған шығар. Енді шок боласың ғой. Қаншама килограммдық сиырды машинаның салонында. Нағыз шок жаңалық деп соны айтуға болады. Расымен шынымен. Тағы бір қуаныш жаңалық бар, Нұрдәулет, өзің білесің. Бүгін өзім Бізде Олжекең Реал Мадрид футбол клубының өтте белсенді және жүрегімен берілген фанаты. Сол себептен де неге тек Реалдың формасымен шығады деп сөге көрмеңіздер. Мадрид, Хала Мадрид. Хала Мадрид. Сол себептен де Олжекең бірыңғай Реал Мадридтің формасы. Бір күні ертең туған күні келе жатыр, сол кезде форма сыйлаймыз. Күтемін. Иә, Реал келесі кезеңге шықты, 3-1 жеңді. Чемпиондар лигасында, иә? Иә, түнде өзім матчты күтіп ұйықтап қалдым. Ұят болып қалды. Қанша матчтарды көрдім да, бірақ бүгінгі матчты көре алмай қалдым. Сол мені көңіліме түсіріп отырды, бірақ обзорын көрдік.
Реал Мбаппе хэт-трик жасады, иә? келесі. Енді осы оймен Реал алады деген ойдамын осы. Қалқан құлақ. Иә, Реалды тоқтататын команда таппай жатырмыз. Тек Ливерпуль ау деймін. Назгүлден кешірім сұрап қояйық. Иә, Назгүл кешірші. Назгүлден кешірім сұрап қояйық. Иә, Назгүл. Сізге қызықсыз тақырып десе волейбол де, айтайықшы. біз енді әрбір шығарылымда айтып өтуіміз керек. Өйткені қазір дәл сол футболдың маусымы болып жатыр. Менде де волейболдың маусымы болып жатыр. Ұлттық лига болып жатыр ерлер арасында. Ерлер арасында. Сен осы қай команданың, бір команданың бұрын Алтайға жанкүйер болатынмын, қазір. Неге? Қазір Алтайдың состав құрамасы мүлде өзгеріп кетті. Барлық волейболдағы әйелдер клубы түгелдей өзгеріп Банкрот болған деймін, жоқ, бұрынғы жаман ойнаған командаларға мықты ойыншылар барып күшейіп кетті. Бұрынғы күшейген команда чемпион болғандар мүлде орнала алмай жатыр деген сияқты. Қазір қай командаға жанкүйер боларын білмей жүрмін әлі. Бірақ ойынды көріп тұрасың. Ойын үзбей көремін. Плей-оффқа келдік қазір. Бір айдан кейін плей-офф басталады волейболда. Күшті. Иә, енді жүрегіңе жақын, көңіліңе жата қалатын волейбол командасы табылсын. Бар, әзірге 2-3 бар, қайсысы екен деп әлі. Санна Нарқұлова енді шетелден келсе, бәлкім сол кезде Тұран командасының ойыны өзгеру мүмкін. Сол кезде Тұранға қарай бүйрегім бұрып кетеді ау. Сен кейбір меркантильный қыздар сияқты. 2-3 кандидат бар. Қайсысы екен таңдай жүрмін? Жоқ, кейбір адам ішінде болады да ойыншылар, шетелден келген ойыншылар бар да, оларда қандай. Былай болады ғой, команда түгелдей тартуы мүмкін ойынымен. Ал кейбір команданың ішінде белгілі бір ойыншылар тартады. Тартады. Содан кейін бір команда бар, жақсы ойнайды, бірақ ішіндегі анау шетелден алдырған легионер, иә? Легионер ойыншының анау подача бергендегі, болмаса командасына ұпай алып келгендегі эмоциясы мүлде ұнамайды. Андай дөрекі көрінеді, сондықтан ол команданың меніңше ойын екен ғой деп қарайды. Енді өзіндік бір мәдениеті ғой, мәдениеті, бірақ жоқ, ол мүлде шетелдікі ғой. Жоқ, сол ғой, өзінің мәдениеті. Ана командаға деген бір менсінбеушілік көрсеткен сынай танытады, жесттер қатты көрінеді оның. Бұрын Неймар да сондай ме еді, ол жеке? Неймар да бір эгоизмге салып жүреді. Болды. СЖ-да. Пенальтиге таласты Мбаппе. Иә, Мбаппемен. Сосын Кавани бар, одан да тарталыс кетті. Өзі жас бала ғой, 2017 жылы. Жасы 25-те, Кавани жасы 30-да болу керек. Енді аға деп сыйлау керек қой, ол барып та допты алып қойып. Жоқ, меніңше оларда ондай қатты бір түсінік жоқ сияқты. Біздің енді ұлттық құрама өкінішке орай футболдың тақырыбын сәл тарқатып жіберейік. Ұлттық құрама бізде өкінішке орай оқу-жаттығу ойындарында Түркияда өтіп жатқан. Айтуға да ұят кәдімгі. Солтүстік Кореяға ұтып қалды ғой. Солтүстік Кореяға. Бір плюс бар. Солтүстік Корея өз елдерінде әлем чемпиондары. 2014 өтті ғой. Сол кезде олар... Соны көрдің бе? Көрдім, иә. Монтаждап Назгүл. 2014 әлем чемпионаты өтеді ғой. Сол кезде Германия болды. Германия жеңді, Германия ұтты. Соны монтаждап, өздері ойнаған сияқты қылып, ұтқан сияқты қылып, Бразилияның 3-ші ме 4-ші дивизионда ойнайтын команданы алып келіп, Бразилия ұлттық құрамасы деп шығарып оны эфирге. Сөйтіп жеңген ғой. Ал мына жақта Солтүстік Кореяның ұлттық құрамасы ойнап жатыр. Ана жақта клуб ойнап жатыр, 4-ші дивизиондағы. Монтаждың құрдыретімен ба? Соны, монтаждап кәдімгі ұлттық қылып, кәдімгі өзінің елінің басшысы, компартияның басшысы келіп осы тұста мысалы біз сіздер әр неде айтып жатарсыздар ғой, бізде Қайсар футбол клубы бар, бізде волейболда клуб бар, бірақ ұлттық лига болмаса ішілік ойындар болсын, Қазақстан басқа бара ма былай жалпы хабар? Барғанда мен өзім көрген жоқпын бірақ. Бір бізге Қызылордадағы волейболды дамытса, ең бірінші жанкүйер мен болып отырамын. Гандбол, бізде гандбол мықты. Гандбол жақсы бізде. Өте мықты. Қанша осы жалпы құрамда, ұлттық құрамада 15 ойыншы ма гандболда? Соның 10-ын біздің Қызылорданың қыздары құрайды екен, әйел командасы. Оны естігенсің бе? Жоқ. Мен соны бірінші рет 2023 жылы естідім. Кәдімгі бас бапкерден көру керек. 15 ойыншының 10-ын біздің Қызылорданың қыздары құрайды. Сол бас бапкердің несі ықпал етіп отыр. Вячеслав Чанцевич. Мықты бапкер, жасы 70-тен асты. Өте білікті. Өте тың кәдімгідей. Жақсы, өте жақсы жаттықтырушы. Ал басқа тақырыпқа ойсақ енді. Тағы мен айтайын ба, қазіргі таңда енді бірінші тақырыптар айттық қой, жазасын өтеушілер, заңның аясында. Заңның аясында. Енді
қылмыс жасау жынысқа бөлінбейді ғой, әйел еркек Иә, деген иә, сияқты. әрине. Қазіргі таңда енді әйелдерге, жазасын өтеп жатқан әйелдерге рақымшылық жасау бойынша қаралып жатыр екен. Жоқ, оның ішінде жаңағыны айтып өтейік. Жасаған қылмысына байланысты. Иә, әрине. Жеңіл қылмыстар болатын Мынандай санаттар бойынша деп оқыдым. Жасы 60-қа таяған, жасамыс болып қалған. иә, жүкті, болмаса қылмысы аса ауыр, болмаса сыбайластыққа, болмаса зорлыққа келетіндерге қатысы жоқ оның. Тек желпі, мысалы, белгілі бір категорияларға бөлген ғой. Иә. Жалпы Қазақстан бойынша қазіргі таңда қанша елдің осындай сотты болған туралы мәліметтеріңіз бар ма? Жоқ. Бөлісе кетсем, онда 6400-ге жуық әйел қазіргі таңда жазасын өтеп жатыр екен. Тәуелсіздік алғаннан. Иә, осы қазіргі 6400 Қазақстан бойынша әйел өздерінің жазаларын өтеп жатыр. Соның ішінде 2700-ге жуығы Темірторда отыр. Пробация, Сосын жаңағы бас бостандығынан айырылмаған, бас бостандығы шектелгендер соның қатарында уже 6400-дің қатарында. Мен енді жаңағы мынау видеохостингтерде кейбір нелерді көріп қалам. Сондай арнайы репортаждар. Бір репортажды көрдім. Жас қыздар да, келіншектер де, сосын үлкен әйелдер де жаңағы енді бізде заңмен тыйым салынған дүниелер бар ғой, атын айта алмай ақ қояйын. Соларды сатумен айналысып, абақтыға қамалған. Көп олар. Көп, бірақ солармен интервью сұхбаттасу барысында мұқият тыңдайтын болсаң, көбісі тұрмыстың түрлі тауқыметімен барған. Ол саналы түрде қоғамды улау үшін, немесе саналы түрде сонымен жаңағы айналысып, әр қарайғы өмірімнің соңғы сәттеріне дейін сонымен пайда табайын деген емес, тек қысқа мерзімдегі бір қаржылық қиындықтарды жеңу үшін сонымен айналысқан. Сосын кейбір әйел азаматтар Темірторда отырған. Тұрмыстық зорлық зомбылыққа шыдамай, өзіне зорлық зомбылық көрсеткен жақынның, не күйеуінің, не ағасын, інісін абайсызда өлтіріп қойғандар. Сондай да әйел азаматтар бар екен. Біз енді жаңа Назгүл айтты ғой, тәуелсіздік тарихынан бері 6400-ден астам әйел азамат болса, қазіргі дерек бойынша 6400-ден астам әйел азамат болатын болса, олардың барлығы бір жаңағы қоғамды құрту үшін, болмаса осы Қазақстан қоғамды бүлдіру үшін қылмыс жасамаған. Көбісінің сондай бір себептері бар. Бірақ енді қылмыс ақталмайды. Қылмыс жасалған рас, тиісті жазасын алу үшін үкімі шықты. Десе де жаңағыдай жеңіл қылмыстарға қатысты амнистия жариялануы енді бір ақылға қонатын дүние секілді мен үшін. Жоқ, енді бұл жерде нақтылай айту керек, нақты ол әлі қолданысқа енгізілген жоқ та. Жоқ, ұсынылып жатыр ғой. Осы жерде бір түртіп айтып кеткен дұрыс-ау, ертең көрдік, міне болады екен деген сияқты туған туысқандары ол құжаттарын апарып дайындау мүмкін ғой. Мен мысалы осындай танысым, осындай бойынша отыр. Бұл тек бір депутаттың ұсынысы. Әзірге таңда қаралып жатыр. Осы тұрғыда Қазақстан бойынша бір сотталған азаматқа күнделікті түрмеде отырғанда бір күнге 2900 теңгеден ақша жұмсалады екен. 3000 теңге ғой енді. Иә, енді нақты белгіленген сомасы 2900 теңгеден айналасында, яғни оның азандағы таңғы асы, түскі кешкі асы 2900 теңгені құрайды екен. Енді бұл жерде түрлі ойлар туындауы мүмкін. Жазасын қылмыс жасаған өзі, неге оны біз асырауымыз керек деген сияқты, болмаса 2900 теңгеге қандай тамақ жеп жатыр деп те айтуы мүмкін да. Енді осы жерде мен айта кетейін. Біздегі енді алдыңғы шығарымда да айттым ғой, мен Теміртордың ар жағына өткен жоқпын. Ауырасы өте ауыр. Әрине, енді ауыр нәрсе, ол енді сендер бардыңдар, көрдіңдер, оны сездіңдер ғой. Десе де біздегі мынау Теміртордағы жүйемен өзге де мемлекеттердің Темірторындағы жүйені, Теміртордың ар жағындағы өмірдегі жүйені салыстырып қарайтын болсақ, мысалға Норвегия, мынау Эстония, Исландия жақтағы керемет курорт қой.
жоқ, енді оны курорт деп айтуға болмайды. Келмейді. Бірақ қылмыскерлерді ұстау деңгейлері әртүрлі. Иә. Ұстау деңгейлері әртүрлі. Ол жақта да аз қаражат жұмсалып жатқан жоқ. Мысалға бізде телефон ұстауға болмайды. Бізде тегін Wi-Fi жоқ. Біздің түрмелерде. Біздің түрмелерде шекті мерзімге өзінің жақындарымен көрісуге болады, кездесуге болады. Немесе ұзақ мерзімге кездесуге болады. Жаңағы апарған заттың барлығы тексеріледі. Ал жаңағы мен жоғарыда атап өткен мемлекеттерде тегін Wi-Fi. Мен ұмытып қалдым, бірақ былтырғы жылы бір мәлімет оқып қалдым. Қай мемлекетте екен? Түрмедегі тегін Wi-Fi-дың жылдамдығы 100 секундына 100 мегабиттен төмен болғандығы үшін сол жақтағы қылмысын өтеп жатқан азаматтар түрменің басшылығына арыз жазған үстінен мемлекетке. Мынау 100 мегабит, секундтан 100 мегабиттен төмен біздің жаңағы интернет қолдануымызға кедергі келтіріп жатыр, қолайсыздық тудырып жатыр деген. Көрдіңіз бе? Осындай да айырмашылықтар бар. Сол себептен де осындай бір салыстырмалы дүниелерді айтып өткен жөн. Енді Олжекеңде айтып жатыр ғой, курорт деп. Бірақ курорт емес, бірақ қылмыскерлерді ұстау деңгейі, жасалатын жағдай әртүрлі. Осы дүниелерді айтып өткен дұрыс. Енді ол жерде ол енді мемлекеттің өзінің саясаты. Ол азаматтарды теміртордың ар жағына апарғаннан кейін өлу үшін апармайды ғой. Белгілі бір жазасын өтеу үшін. Ол мекеме өлтіру үшін емес, жазасын өтеу үшін. Жазасын өтегенге дейінгі уақытта оның жаңағы денсаулығы да, жаңағы жазасын өтеу мерзіміндегі жасалатын жағдай да барлығы сол қарастырылған дүние. Ол әлемдік практикада бар дүние деп қабылдауымыз керек та. Жаңағы бір ата жауың секілді көрген жерден. Дұрыс, енді саналы түрде адам өлтірген азаматтар болуы мүмкін. Жаңағы жақыны мына жарық дүниеден кетіп қалған адамдардың шағымдануы да заңды. Неге ондай болады деген секілді. Ол да заңды. Бірақ мемлекеттің саясаты, ұстанымы әлемдік практикада бар дүние болғаннан кейін барды бар деп қабылдауымыз керек. Осы дүние. Осы тұста мен бір ақпарат оқыдым. Көбісі айтып жатыр да, болмайды нәрсе үшін де істі болған азаматтарды қазір соттап, кейбір қалалардағы түрмелерде орын жоқ дейді. Мысалы, бір қой ұрлағаны болсын, болмаса біреуді балағаттап қойғаны болсын деген сияқты, автокөлікті оңға емес солға бұрып қойғаны болсын, сондай азаматтардың барлығына бірден бас бостандығынан айырып, бұл темір торға тоғыту дұрыс емес деп айтып жатыр. Себебі оны пробация не үшін дейді? Пробациялық бақылауға алып, ол кісіні пробациямен бақыласың. Болмаса қазіргі таңда смарт білезік деген шықты ғой. Сотта болған азаматтардың белгілеу отметкаге бармаған жағдайда смарт білезік тағып, оны қайда жүргенін анықтау үшін орнатылып, сол арқылы қадағаласын дейді да, ондай ұсақ жаңағыдай қылмыс жасағандарды. Бұл бойынша сіздердің көзқарастарыңызды айта кетсеңіздер. Мен келісемін. Сол дұрыс қой негізі. Жаңа қой ұрлағанға бір мысалы ауыр не барлығы бірдей ғой бізде абақтылар мысалы. Бір жеңіл болса. Жоқ, абақтылар бірдей болғанмен, оның жеңіл, орташа, қатаң түрде болғанмен, бір абақтының іші бірақ үшке бөлінеді, оның отыратын жері, оның тыныс алатын жері деген сияқты. Мысалы, үйде бөлінген сияқты. Жағдай әртүрлі ғой. Әртүрлі. Жеңілде жаңағы жеңіл нелер, талаптар қарастырылған. Орташада өзінше бөлек. Ауырда мүлде шықпай қойды. Өйткені адам өлтіріп қойғанмен қой ұрлап кеткенде екеуін бірге отырғыза алмайды. Рецидивистпен жаңағы жеңіл қылмыс жасағанда отырғызады. Рецидивистер мүлде 4 қабырғаның ішіне шықпауы да мүмкін. Негізі қатаң талап бойынша. Енді жаңа Олжекең айтқанына қосылуға болады. Жеңіл жаза қарастырылған азаматтар болатын болса, бірінші кезекте бірінші рет жасалып тұрған қылмыс болатын болса, бас бостандығынан айырмай, бас бостандығын шектеп, пробация қызмет беріп, бақылауына, пробация қызметінің бақылауына беріп, күнделікті белгіленіп, ай сайын белгіленетін
ай сайын күн сайын белгіленіп болу керек, күнде. Оларға да уақыт бар, анау жасөспірімдердікі сияқты. Таңғы түнгі 10-нан жоқ, дейін сияқты. сондай уақытта шықпау керек, бірақ жаңағы ай сайын бір белгіленіп кететін бар ғой, қаладамын деген Иә, секілді. қаладамын. Иә, белгіленіп кетіп отыратын болса, барлық талаптарды, заңдылықтарды сақтайтын болса, соны да ескеру керек. Егер ол заңдылықты сақтамайтын болса, беймезгіл уақытта үйінен шығып кетіп, емін еркін жүре беретін болса, енді ол кезде заңды түрде заңның аясында бас бостандығын шектеу жазасын бас бостандығынан айыру жазасына көшіруге болады. Сондай бір жаңағы сатылап алып бару керек секілді да. Ол енді бәрібір қоғамға қайта бейімдеу де оңай емес қой. Анандай ол жақтағы өмір мүлде бөлек. Кейбір азаматтармен сөйлесіп те жүрміз, кейбір азаматтардың сұхбатын тыңдап та жүрміз. Ол жақтағы өмір мүлде бөлек, заңдылық бөлек. Мына қоғамдағыдай еті де үйреніп кетуі мүмкін. Иә, еті де үйреніп кетуі мүмкін сол дүниеге. Ал оны ертеңгі күні қоғамға бейімдеу өте ауыр соғады. Сол себептен де жаңағы медальдің екі жағы секілді сол екінші жақты да қарастыру керек. Қоғамнан адам аластаған сайын жаңағы Маугли сияқты ғой. Маугли де қоғамнан аластап аңдардың арасында өсіп, адамның тілін ұмытқан деңгейге дейін барды ғой. Сол секілді солай қоғамнан алыстатылып қалуын болдырмау керек секілді. Сосын кейбір сотталушылар бар, жұмысы жоқ, отбасы жоқ, барады, бостандыққа шыққаннан кейін қайтып қылмыс жасап, қайтып келеді. Өйткені оны жаңағыдай жоғалтатын ештеңесі жоқ. Сол жақта енді қара су мен қара нанды жесе де ешкімге барып алақан жайып нан берші демей, сол жақта әйтеуір барды жеп деген сияқты. Ол да мүмкін енді. Әркімнің басындағы тағдыры әртүрлі болғаннан кейін бір нәрсені қиып айта алмайсың, мынандай болу керек деп. Болжик, қандай сен тағы жаңалықтар? Менде бір тағы жаңалық бар, енді бір қуанышты жаңалық сияқты енді. Ресейдің Владимир деген қаласында ер азамат 18 қабаттан құлап аман қалған ғой. Жеңіл автокөлікке құлаған, үстіне түскен, бірақ аман қалған. Не деген, жұрт көшеде кетіп барып құлап қалса, мен ойлаймын енді бір періште қаққан деп ойлаймын. Қазақ айтады ғой, періштесі қаққан дейді, құдайы қарасқан деп жатады ғой. Болмаса 3-ші этаждан құлаған адамдар да қайтыс болып кетіп жатыр ғой. Оның қасында 18-ші қабат. Сен оны айтасың, жаңағы кейбір сәбилердің өзі. Иә. Балконнан емес, үйдің терезесінен, жаңа москиттік торлардан әрі қарай құлап кетіп жатыр ғой. Соның өзінде аман қалып қалып, немесе талға ілініп қалып жатқандары бар. Жаңағыдай ғой, құдайы қарасы періштесі қаққаннан кейін енді абайлау керек. Бірақ бір факт бар, ол жаңағы жігіт, 27 жастағы жігіт, енді полицейлер жүргізген ғой енді зерттеулер. В состоянии жаңа не? Ішімдік ішкен ба? Ішімдік емес. Сондай болған дейді, короче. Сол аман алып қалуға ықпалы тигендей бір несі бар. Болжам бар, короче. Сонда ол қалай аман қалуына қалай әсер етеді? Сол енді бір нелер болып тұр ғой. Сонда ана жеңіл құлауына, болмаса салмақсыз құлауына әсер етіп тұр деген секілді айтып тұр ма? Мүмкін, ол өзі сол нәрсені пайдаланғаннан кейін ориентация ұстай алмай қалып тұр ғой ол. Қонаққа барған деді, айтпақшы, қонаққа барған деді. Қонаққа барған. Ана қаназықтан басың айналып кетсе де, өзің ориентация сақтай алмай қаласың ғой, тұрған жеріңде. Ол енді ана дүние мүлде кәдімгідей миды өшіріп тастайды ғой. Жоқ, мен қазір ойлап тұрмын да, сол нәрсені пайдаланғаннан кейін өз-өзің бір сынап көруші астына бір нәрсе қойып қойған жоқ екен, аты 18 ол затты қаншалықты пайдалансаң да 18 қабаттан құлап аман қалу, енді аман қалып та өмір жасы ұзақ болсын. 50 метр ғой былай қарасаң. 50 метр. 50 метр биіктіктен құлап. 18. 50 метр биіктіктен кәдімгідей ажалың келсе шалынып атсаң да өліп кетесің. 50 метр биіктіктен жаңағыдай жағдайда құлаумен 50 метр биіктіктен суға секіру кәдімгідей қорқынышты ғой, саналы түрде 50 метр биіктіктен сен суға енді тағы енді қара, 18 метр қабаттан құлап отыр ғой. Ал Үндістанда темір жол вокзалында тұрған халық таптап қайтыс болып отыр. Бір таптап кеткен. Жоқ, өзіміз білеміз ғой, Нью-Дели деген астанасы бар. Халық көп қой, 30 миллиард дей ма, қанша? Сода автовокзалында тұрған, пойызын күткен ғой жұрт. Сол тапталып қалған халық бәрі асығады ғой. Тала видеода көрдік қой, бір неге қанша адам мінеді мысалы. Мен кеше осы әлеуметтік желілерде көрдім, олардың машиналар бір-бірімен соқтығысып жүре береді екен.
бір-біріне жол беру, ол жақта Бангладеш. жаңағыдай жол патрульдік қызметкерлер тек мынандай қолдарына темір алып алып машинаны жүр деп алдыға қарай итеріп отырады екен. Машиналарын анау енді біздегі анау нелерде тұратын машина сияқты. И оларда аялдамадан аялдамадағы адамға тоқтап, адамды ардай алмайды екен. Жүріп бара кезде адамдар міне кете үлгеріп береді. кету. Маған ана қызық болып тұр да, ол жеке жаңа сен айттың ғой, үлгеру керек деп ше. Оларда билеттік система дейтін бар ма екен? Жоқ. Кейбір енді ана әлеуметтік желілерде көресің ғой, видеоларда пойыздың үстіне шығып алған ғой кейбір. Пойыздың үстіне. Ол ана пойызы биіктікте неше түрлі кедергілер бар ғой ана жерде дейтін. Ана жаңағы жанып тұратын пойыздарға арналған светофорлар бар, бағдаршамдар ше. Соның барлығынан аман өтіп кету деген билеттік система сонда қалыптаспаған ба, қалай бұл? Тек жаңағы жағдай жасалған элитті ол да бар нелер негізі олар бөлек кастаға бөлінеді ғой. Касталық режим әлі бар екен оларда. Енді Меніңше бар болу керек касталық режим ше. Бір неде ютубта көріп қалдым. Не бар екен? Киім жуатын. Жұрттың сыртқы киімінен іш киіміне дейін жуатын каста бар екен. Адамдар тобы каста. Олардан туған бала, олардан туған қыз өзге қызметке бара алмайды. Сол Тек династия болып кетеді екен. Династия болып кетеді. Қыз алысатын болса, жаңағы үйленетін болса да, тек сол өзінің кастасынан алады. Өзге кастаға жолай алмайды. Сол жаңағы өздерінің қалыптасқан шағын ауданы бар, сол шағын ауданда тұрады. Болды ше. Сондай ол касталық режим әлі бар екен оларда. Осы сөзіңізді жалғастырып екеуіңізге ортақ бір сұрақ қойсам, жалпы азаматтық некеге деген сіздердің көзқарастарыңыз қалай? Азаматтық неке мен енді былай айтайын. Мен өзім түбім түркі, ұлтым қазақ, дінім ислам, мұсылманмын. Бұл біреуге ұнаса да, біреуге ұнамаса да, біреу қабылдаса да, қабылдай алмаса да, Алла қаласа, дәл осы жолда келіп, дәл осы жолда өмірден өтіп кететін болсам, мен азаматтық неке деген дүниені бір-ақ жағдайда қолдаймын. Азаматтық неке егерде жаңағы менің діни сенім тұрғысынан некесін қидырып, бірақ жаңағы ЗАГСке тұрмай, былай шариғат жолымен некемізді қидырамыз да, әзірге ЗАГСке тұрмаймыз. Бірге солай тұрамыз деп, тұрып кете аламыз ба деп солай көретін болса, бірақ оның өзі қате секілді. Ол жерде азаматтық неке болғанның өзінде де жауапкершілік тұр ғой. Жауапкершілік тұр. Бізде мынандай дүние бар қазір кезде қоғамда. Осы жерден тоқтаңыз, ары қарай сіз тарқатпаңыз, Олжастың ойын білейік. Жарайды. Жаңа енді жауапкершілік деп жатыр ғой, енді ол бізде қазір барлық құжат қой. Жоқ, жауапкершіліктен бұрын Олжас Болатұлы ретінде азаматтық некені қолдайсың ба, көзқарасың қарсысың ба? Мен қолдаймын. Мен өз басым қолдаймын. Өйткені ол бар дүние ғой, ол бүкіл елдерде де бар. Осы тұста азаматтық неке деп аты аталғанымен кейбіреулер мешітке барып, Алла алдында некесін қимай тұратын азаматтар да бар. Азаматтық неке деп айтып, бірақ некесі заң алдында да, Құдай алдында да қырқылмай бірге тұратындар. Осыған қалай қарайсыз? Мен оған мүлде түбегейлі қарсымын. Мен жаңа сөзін жалғастырып айтып берейін. Біздің қоғамда мен ол түсінікті қолдамауға толық құқығым бар. Ол үрдісті қолдамауға. Неге? Өйткені мен жеке индивидуумын, жеке азаматпын. Қазір тең деген дүние бара жатыр да, тең болу керек бәрі. Әйелдің де міндеті тең болу керек, еркектің де міндеті. Менің түсіндігімде ондай емес. Мен консервативті түрде ойлайтын адаммын. Ер адам азаматтық некеде болсын, заңды некеде болсын, ол өзінің жүрек қалауына, жүрегіне жатқан әйел адамды тапты ма, оның ішіп жемі, оның жағдайының дұрыс болуы, барлығы ол ер адамға жүктеледі. Болды, сен қыз бен жігіт болып жүріп те, жаңағы мейрамханаға шақырсаң да, киноға шақырсаң да, ер адам төлеу керек. Маған ол жат. Ол ер адам төлеу керек, оның барлығына ер адам. Ал белгілі бір жағдайлар болып қалуы мүмкін, жаңағы қаржылық қиындық болып қалуы мүмкін. Ол кезде жаңағы өзінің қасындағы жан жары болсын, болмаса жаңағы қызы болсын, жұбайы болсын, сол кезде бір демеу көрсетемін десе, оған түсіністікпен қойып. Ал негізінде
ер адамның мойнындағы міндет оған жаңағы жағаласып, жоқ, не еркек істегенді мен де істей аламын, еркек төлегенді мен де төлей аламын деп, ол классикалық түрде қалыптасқан консервативті пікірді бұзады. Белгілі бір сақталатын дәстүрлер бар, өзгеретін дәстүрлер бар. Мысалға, әйел адамдарды бұрынғы ғасырларда, өткен ғасырларда оқуына тыйым салынған, кәдімгі орта ғасырларда сондай үрдіс қалыптасты. Ал ол үрдіс қазір кезде өзгерді де, қыз балалардың, әйел адамдардың өзінің ойын еркін жеткізуіне, оқуына, білім алуына жағдай жасалды. Мен ол үрдістің өзгеруін қолдаймын. Ал жаңағыдай, не еркек істегенді мен де істеймін, еркек төлесе мен де төлей аламын. Қалай ол дегенді мен өзім жеке басыммен, мына жердегі жеке дүниеммен қабылдай алмаймын ондай. Бірақ жаңағыдай қыздарға бұрындары бізде оқуына басқасына шектеу қойылған деп айтып жатырсыз ғой. Енді көбінесе бізге жақын болғаннан кейін өткенде де келтіре кеттік, Қырғызстанда болмаса Өзбекстанда. Өзбекстан мемлекетінде әлі де қыздардың оқуына көбінесе шектеу қойылады. Бір қызмет жасауына, мансап қууына деген секілді. Олар 18 жасқа болмаса уже 16 жастарынан бастап тұрмыс құрады. Мектеппен, орта біліммен аяқталады да, ары қарай тұрмыстық өмірді жалғастырып кетеді. Одан кейін олар жаңа өзіңіз айтып тұрған сияқты, ер адамға рұқсат бермейінше есіктен бір қадам аттап шықпайды. Мысалы, оның киноларына, болмаса музыкаларынан көруге болады. Мысалы, бір неден көрдім мен, жоқ, енді сен бір-екі рет барып қайттың ғой. Негізі соған, сол айтып отқан сөзге көзің жетті ме? Бар. Өйткені енді былай айналамызда да бар, күнделікті қарым-қатынаста болғаннан кейін де, егер ер азаматы сен болды бүгін шықпайсың дейме, ол үйден бір қадам воротасын аттап алып шықпайды. Бір клипінде де ол кездескен. Әйелмен осылай кетіп бара жатырмын, жұмысқа, сапарға кетіп бара жатырмын, үйден бір қадам аттап шықпа деген. Ол мына жақта іні қарындастары келіп жатыр, әкең ауырып жатыр деп қызға бар қал жағдайыңды сұра, әкеміз міне өмірде өтіп келіп тұр деген кезде де әйел ер адамның айтқаны құлағына құйып, ол міндет болып саналамайын, солайша өздерінің үстісі дәстүрі ғой енді. Келгеннен кейін енді күйеуіне айтып жатыр ғой, мен әкем осылай қайтыс болды, бірақ сіздің айтқаныңызды тыңдап мен шыққан жоқпын. Сонда күйеуінің разылығы ана жаққа кеткеннен кейін қызы енді ойланып жатқан кезде әкесі түсіне кіріп отыр да, қызым мен саған разымын, сен күйеуінің айтқанын істе деген сияқты сондай бір не беріп жатыр. Сіздің айтқан сөзіңізден шығады бұл ше. Енді бұндай дүниелерді насихаттау белгілі бір деңгейде, белгілі бір қоғамда ер азаматтардың дәрежесінің сәл де болса шатқаяқтап кетуіне байланысты болуы мүмкін. Бірақ қазақ қоғамында қазақ қызының еркін өскендігі ол ақиқат. Жаугершілік замандарда ерлермен бірге жауға шапқандар да қарсы, тіпті Қабанбай батырдың бәйбішесінің өзі бірге жауға аттанғаны, ол тарихта да бар. Дарабоз деген кітапта да жазылған ол Қабанбай туралы. Бұл еркіндік қазіргі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Енді белгілі бір өзінің отбасындағы сондай дәстүр қалыптасқан азаматтар болуы мүмкін, жаңағы шекарадан шығармайтын. Бірақ қазақ қоғамындағы сол үрдіс әлі күнге дейін сақталған. Ол жаңағы қазақ қызды оң жаққа отырғызу, жоғарғы төрге отырғызу, қызды қонақ деп сыйлап, ол қызға қиянат жасамау, бұл қазақ қоғамындағы бар дүние. Тіпті соның нәтижесінде қазақ қыздарынан шыққан алғашқы хирургтар да бар, алғашқы математиктер де бар, үлкен профессор ғалымдар да бар. Бір Рабиға Сыздықованың өзі орны бөлек әйел азамат. Тіл саласына сіңірген ғылымы деген. Жаңағы азаматтық неке бойынша қазір сіздер айтып отырғанда бір тағы сұрақ туындап отыр да. Азаматтық некеге жалпы тұрмыс құрмаған, үйленбеген азаматтардың тұрғаны дұрыс па? Әлде бұрын сонды отбасылық өмірдің тауқыметін тартып, қандай да бір қиындық кездесетін сезгеннен кейінгі әйел мен ер азаматтың тұрғаны дұрыс па? Мен азаматтық неке деген жалпы қолдамаймын. Жалпы қолдамаймын. Қыз бен жігіт болып жүріп те, өз-өзін бір-бірін адам тануға болады. Мен де қолдамаймын. Ашығын
қыз бен жігіт болып жүріп ашығын айтқан дұрыс. Ашығын айту. Мен осындаймын. Менің шын бет бейнем осындай. Қыз да айту керек. Менің де шын бет бейнем осындай. Қабылдасаң осы. Иә, қабылдасаң да болса, қабылдамасаң да болса. Егер қабылдасаң, бірге өмір жолын бірге кешейік, қабылдамасаң осы жерден ара қатынасты үзейік деген секілді. Ал жаңағы азаматтық неке деп ол меніңше сылтау сияқты өзінің бір тән қажеттілігін қамтамасыз ету үшін азаматтық неке деп. Мен ойлаймын да, мысалы, Менің бүгін түсінігімде. барып, мен мысалы біреумен азаматтық некеге бір ай тұрып, келесіне барып, екіншісіне екінші айда тұрып, олай жүре берсең, мысалы, дұрыс емес нәрсе ғой деген сияқты. Енді көбісі солай қабылдауы да мүмкін. Мынаумен тұрған ыңғайлы, мынаумен тұрған ыңғайсыз деген сияқты нәрселерді де. Енді әркімнің осы жерлерде ой қоспайсың ба қалай? Бүгін что-то жоқ, маған қызық емес. байқадым. Оны сырт көзді айтып жатыр. Біз Олжекеңе мүлде сөз бермейді екенбіз. соны Енді сөйлеп бастап жатса, мен жаңағыдай ғой, менің әдепсіздігім. Енді сөйлеп бастап жатса, бірден үсіп тастайды екенбіз. Бұл Олжекеңді сыйламағандықтан тек Олжекең меніңше анандай секілді барлығын тыңдап алады да, содан кейін барып өзінің ойын айтқысы келеді. жоқ, менде ондай қызық емес тема басым артылмайды негізі. Мен Одан да қызық бір тема бар, ол көрермендерге қызық болуы мүмкін. Мысалы, дұрыс, иә, қызықтырмайтын ручка бар екен, Нұрдәулет, сен осы тұрғанда қолтаңбаны қалдыршы. Сосын Назгүлге де қалдар орын, жақсы. сол арқылы анықтайсың ба? Қағаздар министрге көрсетемін, мен психологпын ғой. Кім екендерін айтып беремін деп па. Сертификаты жоқ психолог. Әдемі. Астына Арзан психологтар деген сияқты ғой. күшті екен, мен де қалдырып тастайын. Мысалы, жылдар бойы кәдімгідей дайындалған. Көршіге Дайындалған подпись ғой. Нұрдәулет, Назгүл және менікі. Бұл біздің қолтаңбамыз, сен осыны қаншаға бағалар едің? Өзімнің самооценкам үшін 10-дан 10. Жоқ, ақшаға. Ақшаға? Иә. Білмеймін. Миллион теңге? Миллион теңге, иә. Атақты Стив Джобстың осыдан 42 жыл бұрын қалдырған осы бір карточка визиткасіне қалдырған қолтаңбасы 40 миллион теңгеге бағаланады. 40 миллион теңгеге? Иә, біздің ақшамен шаққанда ше. 40 миллион теңге ойлайсыз, жасы миллионға бағалатсың ғой. 40 миллион теңге. Осыны алатын адамдар бар, мысалы, келіседі. Ол еще көп қой ондай визиткаға қалдырған ғой осы. Мен Яна футболда да жаңағы өздерінің қолтаңбасын қалдыртып жатады ғой футболшы. Олар кейбіреулер жаңағы сіз секілді жүрегімен жанкүйер болатындар, олар үйлеріне сақтап қояды екен кәдімгі рамкаға салып. Ал кейбіреулер сату мақсатында, бизнес мақсатында сөйтіп сатады екен. Кейбіреулер заматында сатып жібереді, кейбіреулер уақыт өте ананың құндылығы өскенін күтеді да, жаңа Стив Джобстың қолтаңбасы сияқты құндылығы өскенін күтеді да, сол жаңа 40 миллион теңгеге бағалаған секілді сондай болады екен. бір қағаз бетіне жазылған дүние бір үйдің бағасы бірдей ғой. Қалай, сол айтамын. Шынымен қызық ақпарат қой. Бір қолтаңба біреудің финанстық, қаржылық жағдайын жақсартып тастап тұр ғой. Осы тұрғанда сенде мүмкіндік бар ғой, жазыпса, ертең құдай біледі, 100 жылдан кейін сенде бір қолтаңбаны ол кезде Нұрдәулетте көз жоқ дейсің. Адамның аты өшпейді дегендей. Иә, шынымен жақсы адамның аты өшпейді. Бізді көретін азаматтардың да барлығы жақсы адамдар. Өйткені сіздер жақсысыздар. Жақсы жаңалықтармен, маңызды ақпараттармен бөлісесіздер. Құрметті көрермен, бізде дәл осындай қысқа шығарылым, нақты, пайдалы ақпараттар айттық. Соны сіздерге пайдалы болатындай, саналарыңызға сіңетіндей, түсінікті болатындай талқыладық деп есептейміз. Бізге тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, қоңыраушаны басып, все деген кнопканы басып қойыңыздар. Бізде шығатын шортстар, бізде шығатын әрбір видео сіздерге күнделікті барып отыратын болады. Бізді қолдаңыздар, біз танымал болып, жұлдыз болып кетем дегенше бізбен араласып қалыңыздар. Ары қарай күні өзіміз араласып кетуіміз мүмкін. Әрине бұл әзіл, десе де қолдау білдіріңіздер. Жергілікті телеарнаның өніміне, жергілікті дәл осындай қыздар жігіттерге қолдау білдіргендеріңіз өте қажет. Келесі кездескенше қош сау, аман, бай, қуатты болыңыздар. Адиос.